Балалар, қазір қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымызда ортақ тақырып уақыт, бөлімше түбір мен қосымша. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты түбір сөзге тиісті қосымша жалғайсың, сауатты жазасың. Яғни, өткен сабақта біз түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшаларда жуан болатынын білдік, яғни адамдардың. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады, яғни суретшілер. Балалар, бұл ережені ереже дәптеріне жазып, жаттап алды деп ойлаймын. Ендеше балалар, мына сөздерге назар аударайық. Кітап, парақ, әріп, халық. Бұл сөздерге, бұл түбір сөздерге қосымшалары жалғанып тұр екен. Яғни қосымшалар жалғанған кезде жазуда қалай өзгеретінін айтып көрейікші. Жақсы балалар, ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы түбір сөздерге қосымшалары жалғанғанда қандай өзгеріске ұшырайды екен. Осы туралы қазір мына түсіндірмені көріп мұқият тыңдайық. Сөздің бастапқы мағыналы әрі қарай бөлшектеуге келмейтін бөлігі түбір деп аталады. Түбір сөзге қосымша жалғанады. Қосымша туралы айтып бере аласың ба? Кейбір қосымшалар сөзбен сөзді байланыстырады. Қосымшалар арқылы сөйлемдегі сөздер байланысады, ой дұрыс жетеді. Кейбір қосымшалар сөздің мағынасын өзгертеді. Қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Мысалы, қыз елдің көркі, гүл жердің көркі мақалындағы көркі сөзінің түбірі көрік. Көрік сөзіне қосымшасы жалғанғанда екі дыбысы қатар келгендіктен біреуі түсіп қалып көркі болып өзгереді. Сол сияқты халық, халқы. Сонда тарақ сөзіне қосымшасы жалғанған кезде қ дыбысы ғ дыбысына өзгереді. Тарақ, тарағы. Ал терек сөзіне қосымшасы жалғанған кезде к дыбысы г дыбысына өзгереді. Терек, терегі. Солай ма? Дұрыс, жарайсың Дана. Көп рахмет. Енді түбір мен қосымша туралы біліп жүретін болам. Балалар, сонымен қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді екен. Кітап, кітабы, парақ, парағы, әріп, әрпі, халық, халқы болып өзгерді. Ендеше, бүгінгі сабағымызға қойған оқу мақсатымыздың шешімін таптық деп ойлаймын. Ендеше балалар, дәптерімізді ашып, 23 қараша оқу тапсырмалары к әрпінің бас әрпін және кіші әрпін әдемілеп көркем жазамыз. Жазып болсақ, бірінші оқу тапсырмасы. Берілген сөздерге тиісті қосымшаларын жалғап жаз. Балалар, бұл тапсырмада берілген 5 сөзге бірден қосымшаларды жалғап, үтір арқылы өзгерген сөзді жазамыз. Бұл тапсырманың дескрипторы түбір сөзге тиісті қосымшаны жалғайды, өзгерген сөздерді дұрыс жазады, сауатты жазады, көркем жазады. Бұл тапсырманы орындап болсақ, екінші оқу тапсырмамыз оқулығымыздың 89 бетінде 35 жаттығу. Бұл жерде балалар мақал берілген, яғни мақалды қатесін түзеп жаз. Бұл тапсырманың дескрипторы жіберілген қатені табады, сауатты жазады, көркем жазады. Балалар, екі оқу тапсырмасын орындап болғаннан кейін бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Яғни, бүгін мен не білдім? Мен үшін қызықты болған жерлерін жазасыңдар. Маған қандай тапсырмаларды орындау оңай болды? Кері байланысты жазып, жеке чатқа жіберуді ұмытпаңдар. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дайындала қойыңдар.